Нұрсұлтан Назарбаев тағы да бір атағынан айырылды. Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаев құрметті сенатор атағынан айырылды. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев айтты. Бұған дейін құрметті сенатор атағы бір-ақ адамға берілген. Енді заңдарда құрметті сенатор деген атақ жоқ. Оны бірден айтайын. Сенат регламентіне өзгеріс енгізілді. Осы регламентте қарап оны алып тастадық. Бұған дейін ол бір-ақ адамға, яғни Нұрсұлтан Назарбаевқа берілді. Енді мұндай атақ ешкімге берілмейді. Өйткені қазір бізде ондай құқықтық негіз жоқ. Оны алып тастадық, деді Әшімбаев Сенаттың жалпы отырысынан соң. Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, осыдан 3 апта бұрын Сенат регламентіне тиісті өзгеріс енгізілген. Осыған байланысты біз құрметті сенатор атағын регламенттен алып тастадық. Енді бізде ондай институт жоқ. 2022 жылы өткен референдумда бүкіл халық қолдап, Конституциядан елбасына қатысты нормалар алынып тасталды. Ертең тұңғыш президент елбасы туралы заң күшін жояды, деді Сенат төрағасы. Еске сала кетсек, 2019 жылдың 30 мамырында өткен Сенат отырысында тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесін беру мәселесі талқыға салынды. Депутаттар ұсынысты бір ауыздан қолдап, дауыс беріп, парламент экс-президентке мәртебе беруді қаулы етті.